өте көп кездеседі. Бұл біздің Маңғыстаудың өзінің ерекшелігі мен жер қойнауының ерекшелігін білдіріп тұрады. Ендеше балалар, осы қайыршақтарды зерттейміз бе? Иә. Онда бірге зерттейік. Сәлеметсіз бе, Жеңісбек Мамайұлы? Біздер санаторлық бөбекжайын тәрбиеленуші және мен аудандық мен зерттеушімін сайысына қатысқалы отырмыз. Сол сайысқа қатысу үшін сіздерден ұлы тастың құрылымын тереңірек меңгеруге келдік. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, ағай? Олай болса, біздің ұлы тас кен орнына қош келдіңіздер. Біздер Бейнеу Глас жауапкершілігі шектеулі серіктестік осы ұлы тасты 2006 жылдан бастап өндіріп келеміз. Бейнеу ұлы тасы Бейнеу аудандағы ең көп тараған табиғи құрылыс тасы. Ол биологиялық тұрғыдан әктас, известняк түріне жатады және теңіз организмдерінің қалдықтарынан тұрады. Осы ұлы тасты өндіру үшін бізде 30-дан астам жұмысшы әртүрлі мамандықта еңбек етеді. Мысалы, тас кесуші, комбайн жүргізушілері, трактористер, тасты жөнелтушілер, ірі көлік жүргізушілері, тас теушілер, электрик, механик, карьер мастері, осы аумақтың қарауылы, тағы сол сияқты адамдар еңбегі зор. Біз өндіретін тастың артықшылықтары табиғи, экологиялық таза, арзан және қолжетімді, жылу ұстайды. Ал Бейнеу тасымыздың ерекшелігі Қазақстандағы ең сапалы ұлы тас кен орнының бірі. Ақшыл, сары түсті, құрғақ климатты жақсы сақтайды. Көп үйлер осы тастан салынған. Маңғыстауда кең тараған тастың бірі. Біз өндіретін тастың артықшылықтары табиғи, экологиялық таза, арзан және қолжетімді, жылу ұстайды. Негізі таза карбонат тасы. Құрылымы ішінде ұлылардың ракушкалары сынықтары анық көрінеді. Құрылым табиғи губка сияқты ауаны жақсы ұстайды. Өндірілген тасты осы өзіміздің Бейнеу ауданы, қала берсе көрші Атырау, Орал, Ақтөбе облыстарына сұраныс бойынша темір жолмен вагондарға тиеп жөнелтеміз. Жеңісбек Мамайұлы, ұлы тас туралы бізге мәлімет бергенге үлкен рахмет. Сау болыңыз, өнеркәсібіңіз өркендей берсін. Апай, бұл ұлы тастар қайда болады? Айсана, бұл ұлы тастар неше бір жылда жиналған теңіз астында кездеседі. Ол ұлылардың түсіп қалған қабыршақтары. Апай, бұл тастарды мен жерден тауып алдым. Дұрыс айтасың, Гүлнұр. Ол жерде топырақ астында да кездеседі. Себебі ұлы су астында және топырақта да мекен етеді. Апай, бұл қандай әдемі? Иә, ұлы тастар қарасаңдар, әрқайсысы сан алуан түрлі. Әрқайсысы өзімен ерекше. Біздер тас өндіретін кен орнына бардық, осылай ма? Ал сол кесілген тастардан кешегі вагон машиналармен жөнелтілген көп тастардан біз не салады екенбіз? Үйлер, Иә, үйлер, ғимараттар, сосын тағы да ғимараттар, бақша, дұрыс, сабақ. мектеп. Дұрыс айтасыңдар балалар. Осындай тастардан балалар біздің ауданымыздың қасынан көптеген үйлер, ғимараттар, балабақша, мектеп, дүкендер салынады екен. Ал балалар кезінде қатысушы санаторлық бөбекжайдың тәрбиешісі мен Мұсилова Гүлмира және науқастың тәрбиеленушілері Мен Есенбай Айсана. Мен Есен Гүлнұр. сау болыңыздар.